Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға духовкада, яғни пеште пісетін тауық қанаттарының рецептісін көрсеткім келіп тұр. Тауық етінің кез келген бөлігін пісіруге болады. Тіпті бүтін тауықты да дәл осы рецептпен пісіретін болсаңыздар, өте сочный болып шығады. Менің видеомды соңына дейін қарап, дәл осындай сөлді тауықты менімен бірге дайындаңыздар. Каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен тауық қанаттарын дәл осындай бөліктерге бөліп дайындап алатын боламын. Міндетті түрде тауықты жуып алдым. Тап-таза. Дәл осындай бөліктерін бөліп шығатын боламын. Барлығын бөліп дайындап алдым. Менде барлығы 18 тауық қанаты шықты. Келесі кезекте үстінен тұз, паприка, қара бұрыш және чеснокты күштен өткізіп алдым. Тауыққа арналған дәмдеуіш қосамыз. Келесі кезекте басқа ыдысқа соус дайындаймыз. Сол үшін соя тұздығын және 2 ас қасық ащылау кетчуп. Кетчуптың орнына томат пастасын қосуға болады. Және 2 ас қасық майонез немесе қаймақ қосуға болады. Келесі кезекте 1 ас қасық толы емес бал қосатын боламыз. Осы соусымызды 1 келкі болғанша жақсылап отырып араластырамыз. Келесі кезекте қосқан құрғақ қоспаларымызды тауығымызға жақсылап отырып араластырып, жағып шығатын боламын. Және үстінен дайын тұрған соусымызды құйып, жақсылап отырып араластырамыз. Дәл осы маринадпен жасап көріңіздер, өте ерекше болып шығады. Және қышқыл тектес тәттілеу тауық еті пайда болады. Дәл осы маринадта 1 сағат уақыт аралығында тауықты қалдырамын. Осы уақыт аралығында көкөністерді аршып, тазалап жуып алдым. Бұл жерде үлкен пиязды 4 бөлікке бөліп турайтын боламын. Келесі кезекте болгар бұрышында 4 бөлікке бөліп, үлкендеу бөліктерге бөліп шығатын боламын. Көкөністі өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қосуға болады. Кез келген көкөніс түрін қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады. Болгар бұрышынан кейін сәбізді дәл осылай домалақтап турап алатын боламын. Келесі кезекте картопты үлкен болса 8 бөлікке, орташа болса дәл осындай 6 бөлікке бөліп алатын боламыз. Барлық картоптарымызды дәл осылай турап шығатын боламын. Ыдысымызға картопымызды салып, үстінен татымына қарай қара бұрыш, тұз, куркума және сұйық май қосып, осы көкөністерді жақсылап отырып араластырып аламын. Куркуманы міндетті түрде қосқан дұрыс, біздің картопымызға әдемі сары түс беретін болады. Келесі кезекте пешті алдын ала 180 градуста 20 минут бұрын қыздырып қойдым. Және пештің ыдысына осы көкөністерімізді салып, жақсылап отырып орналастырып алдым. Үстінен тауық қанаттарын салып шығатын боламын. Барлығын дәл осылай орналастырып алып, 180 градуста қызып тұрған пеште 1 сағат, 1,5 сағат уақыт аралығында пісіріп аламын.
әр адамның пешінің қызуына байланысты. Сол себепті пештің қызуына қарай пісірсеңіздер болады. Менде 1 сағат 20 минут уақыт аралығында осы тауық толыққанды пісіп шықты. Дәл осылай пешке салатын боламыз. Өте сөлді, керемет болып шыққан. Көріп тұрғандарыңыздай тауықтың барлық маринады астындағы көкөністерімізге сіңіп, өте тамаша, сочный кешкі ас деп айтқым келеді. Үстінен кез келген көк шөптен немесе көк пияздан себуге болады. Мен петрушканы дәл осылай сеуіп шықтым. Бөлу барысында өте сөлді тауық. Дайындап көруге кеңес беремін. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлес қоса кетіңіздер деп айтқым келеді. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы. Сау болыңыздар.